Мен, короче, Аржанға айттым. Быйыл бізде пахта егіледі, жүгері егіледі. Сен айылға бар, екеуіміз пахта егеміз. Пахтамен бизнес қыламыз. Үйретсең егеміз. Бұл егелікте екеуіміз таштаймыз. Айыл. Оны тастамаймыз? Жоқ, таштамайсың. Короче, айылға барамыз ғой. Біз айылға барғанда, короче, пахта егеміз, жүгері егеміз. Быйыл екеуіміз сон бизнес қыламыз. Хорошо? Сен өзің айттың ғой. Қаяқ барсаң мен разымын дедің ғой. Жүге негіз үйретесің ба, мен білмеймін. Шындай қолыңа кетінен де беремін. Башыңа жолықты саламыз, халатты киесің, астың етекті болып қоямын, мына пахта тере бересің. Разысың? Осысың. İşte погода сон, біз шықтық, тағылы біреулер қырсығып, өзінше болып. Ағатат бұрақшын даканзан қырсық жа, насындай, сөйлеуе кетесің деп қой, құлаппен жебей. Не? Бүгін үйге қонақтарды шақырамыз, жоға қатке ашқат. Білбеймін, плов жасай алам дейді. Жан, кетші? Бүгін кечінде көрөбіз. Пакистанский ұзын шоу. Жоқ, ана емес, өз емей бар, алаңерде. В общем, бүгінге план кольцоны, бұл кісі деген 16-шы размер алған. Менің пальчигімнің размері негізі 17, кішкентай болып қалған. Екінші, ол маған көйлек аламыз. Үшінші план қандай? Бүгін мен не жасаймын? Плов жасайды бізге. Бүгін кешкеге мен evlerim келеді, жақындарым келеді, шуарға плов жасап береді, көресіз. Екі жасаймын. Бірақ бағана 5 минут бұрын ренжі қағам. Сен вообще рахмет айт, что мен долго ренжи алмаймын. Понятно? До конца ренжись, пожалуйста. Қайтын кигізесің. Короче, кешегі папаға алмақшы. Ты сказала, да? Да. Да? Мен қолдарым. Да. Десең? Жан-жарым екеуміз қарны киім алып алдық, өзіміз таңдап алдық. Менің жан-жарым бүгін менді киіндіріп жатыр. Мен жан-жарым дейді ба саған керек қойды? Мысана келмейді ме? Менің красавчигім қайсы? Красотайым қайсы? Сенің еркелікті көтере алмайтын досың. Ең алматы қыз ғой. Сәбіз. Жақын алды ет аламыз. Сәлі? Мен ет алып келейін. Ет аламыз. Что? Ассалам алейкум. Дәрдейм. Аяшкаңар. Қаламасыз ба? Қалай аяшка? Уже сіз дейм. Қандай істейді? Жақсы келін. Жаным, красавица. Красиш? Привет. Баршаңызға қайырлы. Үшін пішіріп бастадым. Нарықта Айгермен сөйлесіп бәрін видеоға түсіруге ұмытып кеттім.